Ағылшын тілінде conditional сөйлемдер бағыныңқы және басыңқы бөлімдерден тұрады дедік, яғни subordinate clause және main clause. Қайсысы бірінші тұрғаны маңызды емес. Second conditional орындалу мүмкіндігі өте аз және осы немесе келер шақта шындыққа жанаспайтын іс-әрекет туралы айтқанда қолданылады. For example, if I had a lot of money, I would buy a castle. Егер менің көп ақшам болғанда, мен қамалды сатып алатын едім. Жасалу жолы if бөлігінде past simple, екінші бөлігінде would, could, should, might етістіктің бірінші тұлғасымен жасалынады. Third conditional шындыққа мүлдем жанаспайтын, өткен іске өкіну немесе көңілі толмаған жағдайды айту үшін қолданылады. For example, if I had called him that day, we could have solved this problem. Егер мен оған сол күні қоңырау шалғанымда, біз ол мәселені шешетін едік. Мен сол күні қоңырау соқпадым, мәселе шешілмеген. Берілген кестеге қарап, дәл осындай 4 түрлі типте 4 түрлі сөйлем құраймыз. Алған білімдеріңізді шыңдау мақсатында келесі тест тапсырмаларын орындаймыз. Бұл тапсырмада үшінші кондишналды қолданып жақшаны ашамыз. Келесі сабақта кездескенше, see you soon.